Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді үй жағдайында жасалатын корндоктың рецептісін ұсынамын. Өте оңай жасалу жолы. Ең алдымен сосискамызды ортасынан бөліп немесе бүтіндей қолдансаңыздар болады. Кейін сосискамызды бөліп болған соң тестасын дайындаймыз. Осылайша 2 жұмыртқаға тұз, сүт құйып жақсылап араластырып аламыз. Және де үстіне 1 қасық қант саламыз да жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң електен ұнды өткізіп, тағы жақсылап араластырып аламыз. Және де үстіне 1 қасық қопсытқышты саламыз. Неге бізде осындай тесто шығады, оны басқа ыдысқа, осындай ыңғайлы болу үшін осындай ыдысқа құйып аламыз. Кейін осылайша таяқшамызға сосискамызды тығып, осылай тестоға батырып, үстіне қалауларыңызша панировка салсаңыздар болады. Қып тұрған майға пісіріп аламыз. Ең алдымен бірінші майды қыздырып аламыз да, кейін газдың астын қайтарып қоямыз. Осылайша 5 панировки пісірсеңіздер де болады. Неге бізде осындай әдемі, өте дәмді үй жағдайында жасалатын корндок. Оны осылайша күрішпен, қасында подливкасымен бірге берсеңіздер болады, немесе құры жалғыз өзін жесеңіздер болады. Сіздермен болған Айдана.